Сәлем достар, сіздермен бірге Ыбырай және Дизиго арнасы. Бүгін біз Clash of Clans'ны ойнаймыз. Жақында Clash of Clans'та обновление болды және соған байланысты мен екінші деревняны көрсететін боламын. Дәл қазір екінші деревня осы. Екінші деревняның расположениесі, базасы өздеріңізге белгілі Суперкигачтың базасынан алған болатын және де осының қорғанысы жақсы қорғанады. Сонымен екінші деревнядан біз атак жасайтын боламыз. Сонымен атак жасайық. Достар, негізі мен көбіне соткамен ойнаймын, компьютермен ойнаған өте қатты қиын деп айтпаймын, бірақ үйренішті нәрсе емес. Сонымен бізге осындай деревня келді. Біз енді жоғары жақтан барсақ па деп ойлап отырмын. Бірінші гиганттарды жіберемін. Сосын варварлар. Артынан жайымды лучницаларды жіберейік. Варварларым ловушкаға түсіп, біразы шейіп кетті. Так, достар, сонымен 200 жұлдыз алатын сияқтымын. Дробильчик гигантты айырып жатыр. Бір жағынан лукты дробильчикті айырып тастапты. Так, сонымен 2 лук қалды. 2 лук бізде 70% кейін апарып тастайды шығар деп ойлаймын. Иә, 73% кейін апарып тастады. Даже одан көп апарып тастайды екен. Достар, видео ұнап жатса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сонымен 78%-ке дейін қарсыласымды жеңіп кеттім. Және жеңіс бізде. Қарсыласымыз 48%-ке дейін алған екен база деревняны. Ыбырай 2 ауылын. Бұл жігітте бірінші лукпен бастаған екен. Лукпен азайтып. Қазір қателеспесем, жоқ, қателестім. Негізі варвар жібереме деп ойлағам. Сен ауы жүріп, варварды ең соңына қалдырып отыр ғой. Так, достар, болды. Варвар кетті ғой. 100%-ке кетеді ғой. Гигант кетті. 4 варвар қалды. Я оны өлтіреді. Варвар қақтан жіберді, варварды жіберді. Енді 1 жұлдыз алғысы келеді ғой, хотя бы ловушкаға кетседі. Я, рахмет атакаңа. Сонымен достар, видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған Ыбырай және Дизиго арнасы. Каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Snap back on in, get it on the flow. Snap back, swag in, take it.